Фильм түрмеде ашылады. Онда бізде Нада есімді тұтқынды кездестіреміз. Ол бұрынғы өлтіруші болған, қазір өлім жазасына кесілген. Оны ату арқылы өлімге әкелетін жерге апарады, онда оны атып өлтіреді. Сахна кенеттен жас әйел свастикаға ауысады. Ол барда өнер көрсетіп тұрғанда кенеттен бір қызды байқайды. Оны көрген бойда ол құлап түседі, ал қыз сол сәтте жоғалып кетеді. Кейінірек свастика үйіне қайтып келе жатқанда бір офицер оны тоқтатады, оның жеке басын растайды және оларға шұғыл көмек керек екенін айтады. Ол оны түрмеге апарады, онда журналистер оны қоршап Нада туралы сұрақтармен бомбалайды. Офицер оларды елемей, свастиканы түрме моргіне апарады. Онда ол түрме бастығы Рудимен кездеседі. Руди оған әкесі әлдеқашан өлім жазасына кесілгенін, бірақ бір түрлі себеппен әлі өлмегенін айтады. Олар оның денесін көрсеткенде әкесі кенеттен оның қолын ұстап, оны қорқытып жібереді. Руди түсіндіреді. Өлім жазасынан кейін олар Наданың тек оның ұрпақтары ғана оның өмірін шынымен аяқтай алады деп сыбырлағанын естіген. Ол свастикадан әкесін өлтіріп, оны босатуын өтінеді. Шоққа түскен ол сыртқа жүгіріп шығып, құсып тастайды. Сол кезде сол қызды тағы да көреді. Осы кезде күзетшілер ауысқан кезде түрме кенеттен қуаттан айырылады. Қараңғыда Нада есікті бұзып шығады. Сыртта тұрған Руди мен свастика іштен шыққан айқайларды естиді. Олар жүгіріп келгенде Наданы есікті бұзып шығып келе жатқанын көреді. Ол свастикаға шабуыл жасайды. Күзетшілер оны тоқтатуға тырысады, бірақ ол оларға да шабуыл жасайды. Хаос кезінде свастика қаруды ұстап үлгереді. Нада оған қайта шабуыл жасағанда ол оны атып, ақыры өлтіреді. Әкесі айтқандай, оны тек оның ұрпағы ғана өлтіре алады. Кейін свастика әкесінің денесінің қасында жатып, балалық шағының естеліктерімен толығады. Олар бірге сүйікті әндерін айтатын сәттерде Нада қызын өте жақсы көретін, оған бәрін беріп, оны бақытты ету үшін бәрін жасайтын. Осының бәрін ойлап, свастика көз жасына ерік береді. Сол кезде Гианти есімді репортер түрмеге жасырын кіруге тырысады, бірақ офицер оны ұстап, сыртта күтуін бұйырады. Кейінірек Руди свастикаға әкесі денесін өз туған ауылына апаруды өтінгенін, бірақ билік оны полиция зиратына жерлеуді шешкенін айтады. Егер свастика қаласа, олар әкесінің соңғы тілегін орындауға көмектесе алады. Олар Наданың өлі денесін көлікке салып, оның туған ауылына қарай жүреді. Көлікті жүргізуші Джамар есімді адам, ол да түрме бастығы болған. Осы кезде Гианти бастығынан қоңырау алады. Оның дерек көзіне сүйенсек Нада ботаника саласында шеберлікке жеткен, бұл оны шынымен өлтірмейді. Егер оны өз ауылында жерлемесе, ол өлімнен қайта-қайта орала береді. Олардың көлігін көрген Гианти оларды қуа бастайды. Джамар свастикаға жол бос болса, сағат 21:00-ге дейін жететінін айтады. Екінші жағында Шиммеркон ауылында мастер мен басқаларды көреміз. Сол кезде ауыл полициясы Дермот өте мазасыз күйдеге. Ол оларды тоқтатуға тырысады, бірақ сыбырлаған дауыстарды естіген соң Дермот кетіп қалады. Ол кеткен соң Донгта оғаш дыбыстар естиді. Ол ішке кіріп Нада Шиммерконға оралып жатқанын түсінеді. Біршама жүрген соң Джамар көлікті дүкен алдында тоқтатып ішке кіреді. Сол сәтте Гианти де келіп Наданың өлі денесін видеоға түсіре бастайды. Джамар дүкендегі әйелден дәретханаға рұқсат сұрап ішке кіреді. Жуынатын бөлмеде есікті біреу қағады. Бірақ ол тексергенде ешкім жоқ. Ол біреудің жылағанын естиді, бірақ ешкімді таппайды. Қорыққан ол сыртқа жүгіріп шығып, әйелге біреудің жылағанын айтады. Әйел тыныштықпен ол өз қызы екенін, қорқып қалғанын айтады. Джамар негеден қорқады? деп сұрайды. Әйел көлігіңіздің артында отырған адамнан деп жауап береді. Джамар нервті күліп артына бұрылғанда әйелдің беті жоқ екенін көреді. Гианти сол сәтті пайдаланып свастикаға сұрақ қоя бастайды, бірақ Джамар тез оралып көлікті айдап кетеді. Олар кеткен соң Гианти сол жердің қиранды екенін байқайды. Қуанған ол оларды әрі қарай қуады. Свастика Джамардан не болғанын сұрайды, бірақ ол ештеңе демейді. Ол Гиантидің оларды қуып келе жатқанын айтады. Кейінірек біз Дермот әйелі Ньюмонды өлтіргенін білеміз, ал Донг оған сенбейді. Ньюмон Дермот телефон қоңырауынан кейін мазасызданғанын, зиратқа барғанын, қайтып келгенде ашуланып, оны ұрғанын айтады.
Свастика Джамарға әкесінің supernatural күштері бар деп адамдар сенетінін, бірақ өзі сенбейтінін айтады. Бір топ бала Дермоттың ағаштан асылып өлгенін көреді. Джамар мен Свастика радиодан бүгін түнде супер қан айы пайда болатынын естиді. Дермоттың жерлеу рәсімінде ауыл тұрғындары оның мобильді телефонын тауып береді. Ол Дермотқа тиесілі болған, түрме бастығы оған қоңырау шалған. Олар мұны де наданы ауылда жерлеумен байланысты деп есептейді. Бүкіл ауылде наданы жерлеуге қарсы, өйткені полицияның проблемасын қаламайды. Свастика мен Джамар сапарын жалғастырады. Түн түседі, репортер әлі оларды қуып келеді. Бір жерде Джамар көлікті тоқтатады, себебі дәретханаға бару керек. Сол кезде репортер келіп Свастикаға тікелей сұрақ қоя бастайды. Свастика ашуланады. Ол әкесінің қазасын бастан кешіріп жатыр, енді оны сұраққа тартқандары келеді. Джамар екеуінде тыныштандырады. Гианти де нада туралы видео түсіргісі келетінін айтады, Джамар келіседі. Содан кейін ол көлікке мініп кетеді. Шын мәнінде Джамар Гиантиді алдаған. Біршама уақыттан кейін олардың көлігі кенеттен тоқтайды. Джамар тексереді, бірақ ақау жоқ, телефонында да сигнал жоқ. Жерлеу рәсімі кезінде Ньюмон кенеттен иемденеді. Ол күле бастайды, дауысы өзгереді. Мастер оған кім екенін сұрайды, ол оны бауыр деп атап, ән шырқайды. Дәл сол сәтте Свастика бардағы әнді шырқай бастайды, және Джамарға әкесі оны үйреткенін айтады. Содан кейін Джамар біреудің келе жатқанын байқайды. Ол адамды тоқтатып көмек сұрайды. Джамар Свастикаға көлікте отыруды бұйырады. Үшеуі көлікті итеруге тырысады. Кенеттен де наданың мәйіті бір адамның үстіне құлап, бетін жауып тұрған мата аздап сырғып кетеді. Мәйіттен оғаш сұйықтық шығып, сол адамның аузына кіреді. Қорыққан екі адам қашып кетеді. Свастика әкесінің өлі денесін көріп, көз жасына ерік береді. Джамар оған әкесінің денесін көлікке салып, кетудің жолын іздеу керек екенін, әйтпесе жағдай нашарлайтынын айтады. Сол кезде бір көлік кенеттен өздігінен іске қосылады. Ішінде ешкім жоқ, бірақ көлік жүріп тұр. Олар тез кетіп қалады. Гианти бір дүкенге келіп, ауылға қалай бару керектігін сұрайды. Ол кеткен соң екі адам келіп, шамамен 1 шақырым жерде көлікте тынышсыз рухты көргендерін айтады. Бірі тіпті ол тіршілік иесі оны жеуге тырысқанын айтады. Гианти олардың көлігі ме деп сұрағанда, ол иә дейді. Гианти сол бағытқа қарай жүреді. Джамардың көлігі батпаққа батады, олар тағы тоқтайды. Телефонда әлі сигнал жоқ. Джамар Свастикаға көлікте күтуді айтып көмек іздеуге шығады. Басқа жақта мастер Ньюмоннан зиратта не болғанын түсіндіруін сұрайды, бірақ ол ештеңе есіне түсірмейді. Көлікте күтіп отырған Свастика мазасызданады. Ол сыртқа шығады да әкесін артынан тұрып шақырып тұрғанын көреді. Ол әкесінен кешірім сұрап, тезірек келуін өтінеді, бірақ не айтып тұрғанын түсінбейді. Джамар бір топ адамды көріп көмек сұрайды, бірақ олар адам емес екенін тез түсінеді. Олар табыт көтеріп, баяу оған қарай келеді. Қорыққан Джамар қашады. Ол Свастикаға айқайлайды. Свастика артына бұрылғанда де нада кенеттен жоғалып кетеді. Шын мәнінде Свастика мұның бәрін түсінде көрген. Джамар оралып көлікке отырады. Олар сол тұлғалардың келе жатқанын байқайды. Бейтаныс адамдар де нада үшін келгендерін айтады. Олар де наданы көліктен шығармастан бұрын Джамар көлікті батпақтан шығарып үлгереді, бірақ жүріп бара жатып артынан келе жатқан Гиантидің көлігіне соғылады. Репортер есінен танып қалады. Олар есінен танған репортермен де наданың денесін репортердің көлігіне салып кетіп қалады. Мәйітсіз тұлғалар жоғалады. Біраз жүрген соң олардың көлігі тағы тоқтайды, себебі жанармайы біткен. Олар көлікті итеріп, жақын жанармай бекетіне апарады. Свастика дәретханаға кіреді, ал Джамар жанармай құяды. Ол қыздың даусын естіп қорқады, айнада оғаш бейнені көреді, бірақ артына бұрылғанда ешкім жоқ. Свастика іште жылаған дауысты естіп, соңынан барады. Ол шүберекке оранып тұрған әйелді көреді. Жақындағанда әйел жоғалып кетеді, артынан қайта пайда болады. Қорыққан Свастика айқайлайды. Айқайды естіген Джамар жүгіріп кіріп, жерде жатқан біреуді көреді. Жақындап келгенде ол Свастика емес, айнада көрген тұлға екенін түсінеді. Қорыққан ол көлікке қайтады.
Көлікте свастика тірі отырғанын көріп, оның шынайы екеніне көз жеткізу үшін қолын тигізеді. Олар сапарын жалғастырады. Ауылға жақындаған сайын supernatural және қорқынышты оқиғалар күшейіп, жиілеуі байқалады. Осы кезде Мастер үйінен шығып, айдың толық қызылға айналғанын көреді. Дәл сол кезде Джамар мен свастика де Наданың ауылына жетеді. Мастер оларға жақындайды. Джамар олар де Наданың өлі денесін әкелгенін айтады. Мастер свастиканы таниды. Біз шоқтық шындықты білеміз. Ол де Наданың ағасы болып шығады. Сол кезде Гианти есін жиып, мәйітті көргенде қорқып айқайлайды. Бүкіл ауыл оянады. Мастер оларды үйіне тез алып кіреді, және де Наданы дереу жерлеу керек екенін айтады. Бірақ ол Шиммеркон тұрғындарының мұны рұқсат етпейтінін ескертеді. Ол сол күні болған оқиғаны түсіндіреді. Ауыл басшысы өзін-өзі өлтірген, ауыл тұрғындары мұны де Надамен байланысты supernatural күш деп есептейді. Осы жерде фильм үлкен бұрылыс жасайды. Мастер Бонспотти демоны туралы түсіндіреді. Ол қазірде Наданың денесін иемденген. Демонның хост қажет, бір хост тапқан соң ол сол арқылы өлтіре бастайды. Бұрын демон Мастердің ұстазын иемденген, оны ежелгі Куб Джанг қанжарымен ұйқысында өлтірген. Сол түніде Нада қаладан оралған демон оған ауысқан. Оны тоқтатудың жалғыз жолы сол Куб Джанг қанжарын қайта қолдану. Мұны естіген свастика көз жасына ерік береді. Әкесінің денесін тағы бір рет пышақтау керек екенін түсінеді. Енді бәрі түсінікті. Жолдағы оғаш және қорқынышты оқиғалардың бәрі Бонспотти демоннан болған. Демон мұнда келгісі келмеген, өйткені не күтіп тұрғанын білген, сондықтан оларды тоқтатуға тырысқан. Осы кезде ауыл тұрғындары Мастердің үйінің алдына жиналып те Наданың денесін жерлемеуді талап етеді. Олар оны өртеуді талап етеді, өйткені ол қарғысқа ұшыраған. Көлікке жақындап, денені өртемек болғанда олар мәйіттің жоғалып кеткенін көреді. Дүрбелең басталады. Мастер барлығына үйлеріне қайтып, есік-терезелерін жауып алып отыруды бұйырады. Қорыққан тұрғындар тарап кетеді. Шын мәнінде свастика әкесінің денесін жасырын түрде жасырған. Ол оны зиратқа апарады, бірақ басқалар тез табады. Свастика олардан әкесінің денесін қайтадан зақымдамай жерлеуді өтінеді. Кенеттен жер сілкіне бастайды, жер сілкінісі басталады. Наданың мәйіті көтеріледі. Мастер Джамарға свастиканы алып кетуді айтады, бірақ қорыққан Джамар басқа бағытқа қашады. Содан кейін Наданың мәйіті оны қуады. Джамар мен свастика жеткенде демон Гиантидің артынан жоғалып, нысанасын свастикаға ауыстырады. Оны ұстап алып кетпек болады, бірақ соңғы сәтте Мастер артынан шабуыл жасап, пышақтап, демонды босатуға мәжбүр етеді. Мастер мен Джамар тіршілік иесін қуып, ақыры өлтіреді. Бірақ олар шоққа түседі. Жерде жатқан дене де Нада емес, Дермот екен. Сол сәтте Мастер флешбэк есіне түсіреді. Ритуал кезінде де Наданың рухы оған кіріп, толық ай түні Бонспотти демонының күші тым күшті болып, Куб Джанг қанжарымен өлтіруге болмайтынын ескерткен. Сондай-ақ демонның Джамарды иемденбеуін қадағалауды ескерткен. Сахна кесіледі, және біз свастиканы әкесінің денесін көтеріп, сол жерден кетіп бара жатқанын көреміз. Фильм осы жерде аяқталады. Комментарийлерде пікірлеріңізді жазыңыздар. Осы сияқты әңгімелер үшін арнаны жазылуды ұмытпаңыздар.